Ақмола облысының диқандары 5 миллион тонна астық жинады. Осылайша егістіктің 70% орылды. Былтыр өңір қамбасына 6 миллион тонна өнім түскен. Шаруалар биыл бұл көрсеткіштен асып рекорд орнататынына сенімді. Олар әр гектардан 15 центнер астық алып отыр. Күн сайын элеваторларға жүздеген мың тонна астық жеткізуде. Жоғары көрсеткіштің сыры тыңайтқыш пен техника дейді мамандар. Аймақ шаруалары тыңайтқыш қолдануды 3 есеге арттырыпты, сондай-ақ 1400-ден аса жаңа техника сатып алынған. Егін жинау науқанына жалпы 7000-нан астам астық жинау комбайнары қатысып отыр. 2,7 мың орақ жаткалары және 4,8 мың жүк автокөліктері қатысуда. Фермерлер үшін үкімет тарапынан 94 мың тоннадан астам жеңілдетілген дизель отыны бөлінді. Бағасы 254 теңгені құрайды. Жаңа егінді қабылдауға облысымыздың 66 элеваторы қатысады.